кішкенеске көңіл бөлетін боламын. Ну, а теперь скоро ұзағырақ видео түсіріп, сіздің қасыңызда 1-2 сағаттап отыратын боламын. Ең бастысы, қазір өзіңізге демалуға рұқсат беріңіз. Спидпейнтинг болады, кішкене расслабиться ету керек болады. Отбросьте всякие мысли дейді ғой. Ойыңыздағы неше түрлі нәрселерді 1-2 минутқа ойламай тұрыңыз. Кішкене өзіңізге жаңа айтқандай демалуға рұқсат беріңіз. Всегда бәрін ойлап жүруге болмайды. Хорошо? Давайте өзіңізге демалуға рұқсат беріңіз. Сабақ, экзамен, жұмыс, туысқан, музықан, жақындар бәрін ұмытыңыз. Хорошо? Тек өзіңізді ойлаңыз қазір. Хорошо. Давайте. Ең бірінші, удобно болса да жатыңыз. Максимально сізге удобно болсын. Жастықта жатып, прям болады ғой удобно. Солайынан жатыңыз. Келесі демалудан бастаймыз. Давайте, менімен бірге қайталаңыз. Обязательно қайталау керек. Давайте. Кіргенде ұстаймыз. Уже чувствуется прям. Давайте тағы бір рет жасайық. Сездіңіз ба? Мына жақ жіберді. Босатты кішкене. Дене жіберді. Солайынан болу керек. Кішкене денеңіз босайды. Расслабляйтесь. Давайте последний раз тағы бір рет жасайық. Потом уже приступим к делу. Давайте. Болды. Енді спидпейнтингті бастаймыз. Мен қазір қолыма умывашка жинап алайын. И сол умывашкамен бетіңізді тазалайтын боламын. Бетіңіз, в принципе, таза екен. Но все же в течение дня жиналып қалады. Поэтому оны тазалау керек. Так, все, жиналдым. Давайте. Так, көзіңіздің асты жағын тік-тік-тік-тік-тік. 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 Мына жерлерді. Тік-тік-тік-тік-тік. Тік-тік-тік-тік-тік. Тік-тік-тік-тік-тік.
размазывать. Все. Все. Кушать воду, кожаность, прям, знаете, жолдырап тұрғанымгідей. Давайте уход перед сном жасалды. Сыртқы факторға кішкене мән берді, którымызге енді внутренний мирға кішкене көңіл бөлейік, ішкі жан дүниемізге. Жаным мен, күнім, ботақаным, жүрегім, что бы ни было, қандай жағдай болса да, өзіңізді жоғалтпауға тырысыңыз. Хорошо, өзіңді жоғалтпауға тырыс. Бывает, кейде подстраиваться ету керек, но енді біз социумда өмір сүреміз, болады. Бірақ біреу үшін, біреуге бір нәрсе үшін жағамын деп өзіңді жоғалтып алма, жаным. Хорошо, всегда өзіңе, өз принциптарыңа берік бол. А потом, касаемо любви, махаббат, ол махаббат, білесің бе? Өзіңе махаббат толы кезде, сол кезде беріледі. Махаббат сол кезде келеді. Сен толығымен өзіңді жақсы көрмей, өзіңді қабылдамай, еш нәрсе көмектеспейді. Бірінші өзіңді жақсы көр, максимально өзіңе риза бол. Анандай ғой еще, когда сен өзің махаббатқа толы болсаң, махаббатыңды жара білсең, махаббатыңмен бөлісе білсең, әлем саған оны одан да зор қылып саған алып келеді. Енді Құдай деп айтады кейбіреу әлем дейді. Мен просто кішкене агностикпін да, поэтому әлем деп айтамын енді. Мүмкін енді Құдайлығы тағала шығар. Бұл енді қандай бір коучтардың сөзі сияқты болуы мүмкін, вселенная, аффирмация деп. Бірақ бұл шын нәрсе, жаным. Махаббатқа толы бол, өзіңді жақсы көр, махаббатыңды бер, бөліс. Сол кезде сен сол махаббатты в ответ алатын боласың. Всегда алайын айтсай, что бы ни было, во мне много любви. Менің ішімде махаббат көп, мен махаббатқа толымын деп айт. Не болса да, даже если мені сатып кетсе де, мен іштен кетпейді. Мен азайып қалмаймын, одан күшейіп қалмаймын. Менде махаббатым толы. Егер біреу бағаламаса, бағалайтын адам табылар деп солай өзіңе айт. Хорошо, Джон. Никогда зацикливаться етпе ондай нәрселерге, ондай адамдарға. Жақсы көрсе жақсы көрді, жақсы көрмесе жақсы көрмесін. Главное, өзіңе берік бол. Сен тұрнам үшін көрет қажасын. Тұрнам өзгетті. Кішкен уақыт болмай жатыр, бүтін ойлам. Жаным менің, күнім менің, жүрегім. Бәрі жақсы болады. Өзіңе берік бол. Және тек өзіңе сен.
это действительно так. Кез келген проблеманы шешуге болады. Тек оның способтары бар. И ол способтар кішкене қиын болуы мүмкін. Жеңіл способтар болады, жеңіл жолдары, қиын жолдар болады. Бірақ ол шешілетін нәрсе. Ал егер прям шешілмейтін нәрсе болса, смысл переживать? Ойлашы. Егер ол ақшаға байланысты проблема болса, жаным, ақшаға байланысты нәрсе, любой нәрсе шешіледі. Хоть өміріңнің соңына дейін төлесең де, любой нәрсе шешіледі. Поэтому уайымдама. Мен неге бұны айтамын? Потому что мен өзім часто из-за это переживать ететін. Какой-то бір 40 мың теңге, 50 мың теңге болсын. Біреуге сатық жетеді қойсам, деп стрессқа батып жүріп кететін. А у меня когда-то было оқуым ақшасын платныйда оқыған кезде ақша жоқ, оқуым ақшасын төлеуге сол кезде переживать етіп, не істеймін деп. Қазір сол кездерді есіме алсам күлкім келеді. Сол кезде әйтеуір бірдеңе қылып жинап, анадан алып, мынадан алып, зарплатадан қалдырып, сөйтіп әйтеуір жабылды. Сондықтан ол жағын уайымдама. Ең қымбат нәрсе ол сен өзіңді жақсы көру, өзіңе көңіл бөл, барынша өзіңді еркелет, жақсы көр. Махаббатқа толы болсай, егер сен өзің махаббатқа толы болсаң, саған ол махаббат келеді. Андай позиция ұстансай, жан. Во мне много любви. Яғни менің бойымда махаббат көп деген. Қандай да болмасын, адамдар сені сатып кетіп жатса да, жүрегіңді жаралап кетіп жатса да, всегда ішіңнен ойла. Ничего страшного. Махаббатымды бердім. Ол адам бағаламады. Бағалайтын адам табылар. Мен одан азайып қалмаймын, мен одан күшейіп қалмаймын. Махаббатым менің ішімдегі опорам, іштегі махаббатым азаймайды. Наоборот, ол көбейеді. Менде махаббат өте көп те. Сен солайны өзіңе айта бер. И в конце концов, действительно солайдан болады. Сенде махаббат көп болады. Аж кімге береріңді білмейсің. Өте көп махаббат болады. Ол махаббат адамға ғана емес обязательно. Нет. Ол махаббат өмірге махаббат. Бүгінгі күніңе махаббат. Өткен шағыңа махаббат. Жақындарыңа махаббат. Жануарларға махаббат. Жалпы осы әлемге махаббат болу мүмкін. Неге солайынан өмір сүрмеске? Неге махаббатқа толы болмасқа? Почему бы и нет? Өмір и так қиын. Действительно, өмір қиын адамдар өте көп. Егер сенде возможность болса, егер шүкір осы, тем более Қазақстандағы адамдар болып жатсын, почему бы шүкір етіп жақсы өмір сүруге тырыспасқа? Махаббатқа толы болып, махаббатымен бөлісіп, ол махаббатты алып, неге солайынан бақытты өмір сүрмеске? Сол, жаным, іштегі тревогаңды босат. Ойлай берме, хорошо? Тревога ол іштегі. Сен жеп қой, ертең
хорошо. Я тоже спать. Бүгін бізде қонақ күттік. Шарып кеттім. Не сейчас мен негізі ұзақ видео түсіремін деген ойым болған. Бірақ оған шамам жетпеді. Шынымды айтсам шамамды